Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Жүрегімде үзілмей лүпіл-дүріл, ғибадаттан тұрса ғой бүкіл ғұмыр, Алла үшін қиынға сабыр етіп, жалғыз оған арналса шүкірлігім. Біз түгілі беретін ханға кеңес, менен шайтан жартелі қалған емес, құлшылығым бұрын да аз болмайтын, көп болатын, бірақ та Аллах емес. Ессіз түссіз атаққа берілгенем, оған жету жолында ерінбегем, оқадай боп өмірімді өрнектеген, оқылар деп ойлағам, көрімді өлең. Сабырлыны жаратқан жақтырады, ойды нәпсі ой қырға лақтырады, түсімені бұрынғы күнәларды шайтан жиі есіме саптырады. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Нарық заманы. Мен сөйлейін, илан мейлі, иланба, бәрі бүгін сатылады, иман да, шіркеу кезіп, шоқынып жүр кей қазақ, бауыр болып ақша берген Иванға. Біздің жайды өреңізбен өлшеңіз, не жетпейді, заман тыныш, ел семіз, пәленбай деп ақшасына келісіп, хатым құран түсіреді өлсеңіз. Тәубесі жоқ тәубіңнің бағасқан, жол аштырғыш ақымақ көп адасқан, жаназада жаға жыртар қос имам, сауап емес сауқатыңа таласқан. Шықса әкімнің жемқорлықпен жияты, дәрігерді дәметеді сияқы, бір қағазға бағаланып қор болды, бүлдіршіндей қарындастың ұяты. Жанымыз бай деушек бұрын жұтапты, араладым өзім шыққан бұтақты, саудалауға ұялмадық қайтейін, Саудиядан тегін келген кітапты. Нарық мініп ойнақтаған боз атқа, көрмейделдің шағылысып көз отқа, иман әлсіз рухтарды ібіліс сатып алып жөнелтуде тозаққа. Тәңір сыйы көп еді, соның бірі бұл өнер, мешіт соққым кебеді, әр кірпіші бір өлең. Білім болса әлбетте, талай дүние жазар дек, сол мешітім тер төккен, шықса қайтем мазар боп, аз байтарым, қалайда жазба қалам тұрағал, сауап керек, алайда сақтанамын күнәдан. Жырға жауап іздеу, жауғайда, қоблан жырнан. Шынында да жауғайда бізді аңдыған, арамызда аз емес ұжданды жан, айналаңда жүрсе де түрлі санық, жау таппайсың өңіліп дүрбі салып, дұшпандар жоқ дүрілдеп гүрілдеген, ал қасың тұр қасыңда күлімдеген. Сөйлесесің онымен, сырласасың, бір басасың қадамды, қырдасасың, ырылдасып сыртынан үрісесің, кездескенде сыпайы күлісесің. Құттықтайсың, түссе ол биіктіліп, тістеп алғың келеді сүйіп тұрып. Жек көргенмен етпейсің, ішің дайғақ, сырттай ылғи жүресің, тісің қайрап. 200-ді сұп-суық қанжардайсың, сондаймын деп бірақ та таң қалмайсың. Қорланасың, біресе зорланасың, ібіліспен нәпсіге қол боласың, жүректе иман бүтін болмағасын. Деушедік қазақ емес әудемеген, не пайда иманы жоқ дәуденеден, өтпестей көрінгенмен өмір шолақ, тәуірсіп жүре бермей тәубеңе кел. Толмайтын құлқыныңа тығын салда, көздар бар дүниеге сұғын салма, Құдайдың құрығынан құтылмайсың, сандыққа алтындатқан тығылсаң да. Шайтандарға сенгенсің, нұрдан емес жерденсің, дәурен сүру емес сен сыналуға келгенсің, бірақ тамшы судансың, суданмайда будансың, көну үшін тағдырға, өлу үшін туғансың. Сауық тілеп сұранба, елікпе бос ұранға, қазақтарға жеңілдік бар демеген Құранда. Адам ата ұрпақтарына. Адамдар, бауырларым-ау, айналайындарым, құлпыршы қызғалдақтарым, жайнақ айыңдарым, біттенді ақ тілектерімнің байламайын бағын, қажеттеріңді қамдайын, айтыңдар маған, жерден таба алмасам, айға қаңғырайын. Алаулап шықпай-ақ қойсын, албарыма гүлдер, алғысыңды алсам жетермін арманыма бірден, кінәмді білем, қисапсыз сыр алдырып ем, жазғырмаңдаршы, тек қана жалбарынамын мен, сандалып сайтан азғырып санадасқанмын мен, араша түсіп
Қиналсаң араласқаным кем, кешіріңдерші, санамай шешімімдерсі, қоямын енді жүргенді қарабасқанмен, еркедім, еркек боламын, тәнтетер елді, бүгіннен бастап түзеймін бар қателерді, мазанап болған шығармын, мазасыз оймен, азамат болам деп Аллаға ант етеменді, өз қызықтарым өзіме өтеде ұнаған, жалған боп шыққан жұртыма екенім адал, қиналмай қане бауырлар жүгіңді әкел, көлгірсімей-ақ қол қусырып көтеріп алам. Қайтем. Саламат дедім көктемге, қанағат дедім өткенге, кеңшілік Құдай бергенмен, кемшілік шіркін көп менде, күнәм көп, соны жуалсам, жинаған сонау жастайғы, жаңа дос тауып қуансам, ескі дос сирей бастайды. Оң көзбен көрсең данамын, сол көзбен көрсең баламын, алуды біліп тұрсам да, беруді білмей қаламын. Алғанның бәрі сарт бекен, бергеннің бәрі мәрт бекен, салмақты пікір айтуға сақалды болу шарт бекен. Дүние шіркін тәттеген, ақыры сорма бақ бекен, тілімде алмас болмаса, түбінде қаптың қап кетем. Құрттаған тістей қақсамай, жұрт қарар болсам патшадай, жасқанып жүргін келмейді, жасанды жасыл ақшадай. Әу бастан көп шайтанда әккі қылық, көрсетеді күнәні тәтті қылып, тамсандырып қояды жатқандаяқ, тыйымдардың ішінде бақты қылып. Күнәға біз туғалы ғашықтаймыз, оны жасап Алладан қашықтаймыз, рұқсат берген іске қуанамыз, бұйрықты бұлжытпауға асықпаймыз. Бақты білем, лаулаған отты білем, қаперсізсің деп мені сөкті бір ел, қазандайын жүрегім қараюда, ішіндегі үміттің көптігінен. Тыңдарға құлақ, таппасам ниет ұғарға, бұрыла қашып бұзақылардан бұған ба, азапқа душар боп қалсам егер не істерем, тозақта бірақ бұдан да қиын, бұдан да. Құлағын әлмей сөзімді қорғып құдам да, ықылас таппай ысқырғандардан ығам ба, ұғымсыз ұлдар, ұятсыз қыздар өсіріп, жер басса бетім. Ал тозақ жаман бұдан да, ит таппай үрір, бит таппай қалып сығарға, төрт бүктеп аштық төсекке бір күн жығар ма, ас таппай жерге, жас таппай көзге жыларға, шырылдап қалсам, ал тозақ қиын бұдан да, жұрттап жоқ бір дерт, денеме дендеп жұғар ма, жұтарға ауа, дем таппай сыртқа шығарға, бас салып барыс, оралып жатса жыланда қайтерем. Бірақ жаһаннам жаман бұдан да, Құдайдың құлы, иеңнің сөзін құбал да, құбыла бермей, қыбылаға қара тік алға, шүкірлік етпей, күпірлік қылсан күніңе, біліп қой, тозақ мың есе қиын бұдан да. Нью-Йорк, Мәскеу, Парижіңе де бармадым, Малайзия, Тайланд суына аяқ салмадым, қазақтың жері қаз басқан күннен тұқырым, ырзамын мәңгі, осында өтсе ғұмырым. Мүмкіндік тапсам, Меккеге ғана барармын, бұйыртса Алла 100 мыңдап сауап алармын. Варшава, Лондон, Пекиніңді де көргем жоқ, көрмедім ау деп ішім бір күйіп өлгем жоқ, тек аман болсын қастерлі Қазақстаным, мендегі осы өзгермес берік ұстаным. Пайғамбар жатқан Мәдинаға мен барармын, мешінен оның мың-мыңдап сауап алармын. Токионға да, Бомбейге даяқ баспадым, Канада асып, казиноға ақша шашпадым, Жетісу арқа, Атырауым мен Алтайым, көзіме ыстық, көкшедегі ару талғайың. Тәуір бір күнде қағбаға тәуәп етермін, хош көрсе Алла, жәннатқа бәлкім жетермін. Тойдағы тілек, үйде думан, ал далада түн-түнек, үйір-үйір бұлт көшеді дүркіреп, қатал бұлттар қақырланса күркіреп, жасықтары жылап алар сіркіреп, күші көптер, күресіздер қайдада, әлсіздерді иығынан сілкілеп, үйде думан, сенің туған күніңде кезегіммен мен айтайын бір тілек. Дейді біреу, қатарыңның алды бол, дейді біреу, балалы бол, малды бол, ден саулықта, ашық аспан тіленді, не қалды екен, не айтамын енді мен. Бала едің, бас болуға бол қамдан, кезеңдесің, кезің келді жол таңдар, бір айдында күн көшеді түр-түрлі, ит балықтар, ақ қайраңдар, шортандар. Қапа айтсам, кешір, көңіл қапалы, дарындар бар, танылмаған ат әлі, аттай күші жұлқысуға жұмсалмай, жат қайғысы жанына шын батады. Көңілі жаз, жауған қардай ақ-ары, жауына да қақары жоқ, қақары, ол жалап жау сыбағасын жатса да, ол жағына жоқ титім тәй шатағы. Сөйте тұра, жана аяулы сол жазған жамандардың қатарына жатады.
біреулер бар, ел басшысы, ел алды, жала өтер өздерінде жоғарды, қара құстай қалықтар қыр көрсете, қырандардың мекенінде жоғарғы, құйындаған қулық айла қолданып, бұйырмаған сыбағадан мол алды, тұлпарлардың қазық қағып жолына жазды күнақ жасай берер сонарды, соның бәрін біле тұра момын ел, жақсы жайсаң деп жатады оларды. Опасыздар отыр төрде орнығып, әлжуазға әдемілеп тор құрып, хор қызындай жаны сұлу жандардың жанарларын жаутаңдатар қор қылып, көлгірсейді, мысқылдайды, кергейді, делбелейді дегеніне көндіріп, бір айдында жүзер шабақ жайындар, бір ілгері, біреулер соң жүріп, жануарлар әлсіз болса Құдайдан, ал адамдар әлсіз болса сорлылық. Бәр алдыңда сан қуаныш, талай мұң, мен білмеймін кешеріңді қалай күн, түнегіне көңілдердің жол тартсын, жүрегіңнен шашыраған арай нұр, шырқар болсаң шырқау биік таңдап ал, сандуғашы болып қалмай сарайдың, өміріңе күрес тілей отырып, жеңімпаз болып шыққаныңды қалаймын. Әйелдер, ертеректен қалған аңыз бар. Сүлеймен патшаның нақсүйері маған құстың бас сүйегінен сәнді салтанатты сарай салып бер деп өтініш айтады. Сүлеймен ол үшін барлық құстарды шақыратты, барлықтардың тұмсығынан жіпке тізіп қоя береді. Сол шақыруды естігенмен үкі деген құс келемей қапты. Жендеттерін жіберіп үкіні алдыртады, сөйтіп үкіден сұрайды: сен менің шақыруымды естің ба дейді. Естім. Онда не қып келмедің дейді. Мен екі нәрсе туралы ойладым дағы, сонымен келемадым дейді. Ол не нәрсе дейді. Сонда айтты: өлі көп па, тірі көп па, сол туралы ойладым депті. Қайсысы көп екен дейді. Негізінен өлілер көбірек екен дейді. Неге десе, ертең-ерте таңғы намазды қалдыратындардың бәрін мен өлілерге жатқыздым депті. Депті. Ал енді екіншісіз деп, еркек көп па, әйел көп па, соны ойладым депті. Қайсысы көп екен депті. Еркектен гөрі әйелдер көбірек екен депті. Неге десе, еркектердің кейбіреу әйелдерінің тілін алып айтқанын істейді, оларды да мен әйелдердің қатарына жатқыздым деген екен дейді. Осыны басшылыққа алып жазған өлең еді. Жаралған жандар қисық қабырғадан, кей кезде Құранға да бағынбаған, қызуы қатты ондағы қызғаныштың жаһаннам отынан да жалындаған. Аз бүгін қандас бауыр, діндес тіптен, жалғыздық қызды зар қып ұлды өксіткен мұсылман жамағатын көбейтпейсің, қорқады келіншегін күндестіктен. Армандап көп ұл қызды кім өтпейді, оныңа жар жүрегі дір етпейді, атадан қанша ұрпақ өрбейтінін келіні қалауынша реттейді. Келіншек қаламаса түк болмайды, тілегі күйеуінің құпталмайды, жезөкше жол бекеден сауап іздеп, саунада саудаласқан жұрт тоңбайды. Көп бүгін жесір әйел, кәрі қыздар, түндерде тоңдыратын жанын ызғар, сүннәтін пайғамбардың орындауға, әрине жасқанасыз жарыңыздан. Жаулауда шайтан бізді оқ атпайды, табуда иманыңды тонаппайды, жәннатқа қызғаншақ жар бара қалса, жәніңа хор қыздарын жолатпай ма? Мен мұны айтқаным жоқ бүлік үшін, бармысың, бауырым, сен тірімісің, аман бол балашаға жарың үшін, солардың жекеменшік мүлігісің. Әрине әдеп бірге, ғұрып бірге, аларсың жұлқысқанда жұлып жүлде, сұрарым, алса еркек екінші әйел, ілесіп қатыныңа үріп жүрме. Бақыт. Атағым шығарсам деп аспандатып, жүр талай жүрек жүдеп бастар қатып, ойлансаң түсінесің жоқ екенін, Аллаға құл болудан асқан бақыт. Ырза боп ойнағалы күлгеніне, ғұмырын көп ел зая сүрмеді ме, шырылдап шыбынжандар кетті отқа, ілініп ібілістің ілгегіне. Қымбатын қирағандай тасқа құлап, жасыма жанарыңды жасқа бұлап, өмірім өтіп кетті ау деп өксіме, өкіну бос өтті деп басқа бірақ. Үміт қып тойың тойға ұласқаннан, шуағым шашсам дейсің бір аспаннан, тіріңде сыйласа алмай туысқанмен, не пайда өлгеннен соң жыласқаннан. Домалап түссе талдан алма басың, білмеймін енді нені қарманасың, несіне жетсесің жер басқанға, сол жерде ізің ертең қалмағасын. Біреудің көре қалсаң бірдеңесін, кетеді керемет деп бірденесің, адамның өнеріне арбаласың, Алланың құдіретін білмегесін. Көңіліңді тоқ өтеме малды екенің, білмейсің байлықтан да мән кетерін, қорқасың бастығыңнан, ойламайсың бастығыңның Алла екенін.
тілімнің айтпақ сөзім ұшында тұр, білімнің сауапсызын ұсынбақыр, орнасын мұсылмандық жүрегіңе, болмасын түсің мүмін, ішің кәпір. Әргім-ақ жалған дүние өтер дейді, жамандық бізден аулақ бөтен дейді, болса да жәннат 8-7 тозақ, көбісі сол жетеуді мекендейді. Дүние өтетінін кім білмейді, жұмаққа Құран кәрім жүрлейді, тозақты ойлағысы келмегеннің талайы тәубе қылып үлгірмейді. Өмірге жібермеймін есемді деп, елірген көріп жүрміз көсемді көп, молданың уағызынан гөр адамға шайтанның үгіттері әсерлірек. Ұлы патша Раббыңды ұмытқасын, ұлтарақтай болмай ма ұлық басың, мәңгіліктің бақытын бұйыртпаса, әңгіліктің әлегі құрып қалсын. Құдай ма бізді бай деп, құл деп бөлер, құп болар жүрегіңді кірлетпеген, аларда әкім жанын Әзірейіл келмейді салтанатпен, құрметпенен. Астасығыз асасаң түйілесің, сөздасығыз сөйлесең күйінесің, арып ашып арманға жеткің келсе, қарын ашып жұқалау киінесің. Біреуге бас, біреуге байтал қайғы, ажал алса жаныңды қайтармайды, жүрегіне Аллаты сіңбегендер өлерінде кәлима айталмайды. Иланғын дінге болса егер есің, иманның нәріменен көгересің, өзіңе дейінгінің несін алып, өзіңнен кейінгіге не бересің? Аялдама секілді біздің өмір, көлігің келген күні жөнелесің, шайтанның қызығынан аулақ болсаң, Алланың рахымына бөленесің. Дүние дастан. Арманның арлы жүзі албырайды, қиялсыз қиындықта қалжырайды, бақ деген бәлсінген қыз күткен жанға жүрісі тасбақадай мандымайды, қай жерде қайғы бұлтын төндірем деп жамандық жеті түнде қалғымайды, пәс боп қап еңсең түскен кездерде де асқақтап кетсең деске ал Құдайды, жаманнан жақсы туса бәрекелде, жақсыдан жаман туса мәңгі қайғы. Санамас құсқа ешкім жарғанатты, ақылын талай бейбақ балталатты, туған жер құмаңсатар құмшекердей, шармініп шарласаң да шартарапты, құлқынның емес құлы ұлтыңның бол, мақтанбай марапатқа арқа қақты, сақтанғын сен арқылы кейбіреулер жек көріп кетпеу үшін бар қазақты. Қалдырсаң дос көңілін сенімді әбден, қалмай ма жұрдай болып өмір мәннен, кетер ме көңіл кірі жүз қайтара, сүтіне боз биенің шомылғанмен. Арқалар арладамның жүгі де көп, артып та таусалмайсың қоңырнармен, жөн сілтер ақсақалы жоқ ауылдың, жетімнен бетер жұрты жәбір көрген. Көргенде тату жұртты көз ғызады, арасын қату өтіп сөз бұзады, білмейтін талдым деуді талап шіркін, қолыңды биіктерге создырады, есебін ақыреттің ескермеген, есегін сәйгүліктен ғоздырады, өз сорын өзгелерден көретіндер ашуды қарап тұрып қоздырады. Көңілің таза болса атқан таңдай, жарқырап тау басында жатқан қардай, өзіңді көрген көздер жарқылдаса, қапыда қазынаға тап болғандай, тілегің тамсандырса тілдескенді, табаның арасында жатқан нандай, ұлық боп елді тонап күн кешкенше, адалас арба сүйреп тапқан қандай. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.